Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сыйластық бастаулары деп аталады. Сабағымызда сіздер жалпы адамзаттық құндылықтарды басшылыққа ала отырып, адамдар арасындағы бір-біріне деген шынайылық пен сыйластықтың маңызын тереңірек түсінетін боласыздар. Алдымен сабағымыздың дәйек сөзімен танысып алайық. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі сыйласаң, сыйысымды боларсың деген халық мақалы. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсіндіңіздер? Дәйек сөзді сыныптастарыңызбен, мұғаліміңізбен және жақындарыңызбен бөлісіп, бірге талқылап, ой түюге тырысыңыздар. Сабағымызды әрі қарай оқып үйренейік айдарымен жалғастыратын боламыз. Тақырыптың өзегін ашу үшін оқулықта берілген Асанұлы Қабылиса жыраудың «Бақыт қайда барасың» өлеңін оқитын боламыз. Бақыт қайда барасың? Ата-анасын сыйлаған, ұйымшылдық ойлаған, тату жанға барамын. Бақыт қайда барасың? Өсірген жақсы баласын, сыйлаған ата-анасын, көргенді ұлға барамын. Бақыт қайда барасың? Балбұл жанған көрікті, ұл мен қызы ерікті, берекелі ұлға барамын. Бақыт қайда барасың? Еш адамды күндемес, өсек отын үрлемес, әдепті үйге барамын. Бақыт қайда барасың? Ұлы қызы есейген, ауыз бірлігі күшейген, келінді үйге барамын. Бақыт қайда барасың? Балбыраған бесікте, қайыры бар есікте, балалы үйге барамын. Бақыт қайда барасың? Келіні мен қызы ибалы, ата-анасын сыйлаған, сондай үйге барамын. Бақыт қайда барасың? Туысымен татулы, жаман сөз жоқ шатулы, ынтымақты үйге барамын. Бақыт қайда барасың? Соғысқа құмар ойы жоқ, ұлан асыр тойы көп, бейбіт елге барамын. Өлең жолдарында баяндалған ойды экранда берілген сұрақтар арқылы талқылап көрейік. Өлең жолдарында не туралы айтылған? Сыйластық ұғымын қалай түсінесіздер? Бақыт пен сыйластық ұғымдарының байланысы қандай? Адам бақытты болып туылады ма, әлде қалыптасады ма? Сіздер қазіргі сәттеріңізде өздеріңізді бақытты сезінесіздер ме? Мысал келтіріңіздер. Тақырыпты қорытындылайық. Қазақ халқының салтында сыйластық ұғымы әдептіліктің бір үлгісі болып табылады. Ата-ананы сыйлау, оларды қадірлеу, ізет көрсету адамның ең қастерлі қасиеттерінің бірі. Кіші үлкенді сыйласа, үлкендер де өз тарапынан оған лайық ықылас білдірген. Содан барып, үлкен мен кіші арасында жарасымды қарым-қатынас орнаған. Ол әдетке айналған әдептілік ережелерін тудырған. Үлкендер отырған жерде сөз жарыстырмай, ізет көрсете білу, көңілге қарай сөз айту, қажет кезде өзіңді ұстай білу, халық дәстүрінде қалыптасқан қасиеттер. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңіз бен түйген ойларыңызды бекіту үшін күнделікті өмірде шынайы сыйластық пен қарым-қатынас жасауға дайын болу үшін шығармашылық тапсырмаларды орындайық. Оқулықта берілген бірінші тапсырма. Өлеңнің мәтінінен алынған үзіндімен танысып, бақыт, сыйластық ұғымдарына өз анықтамаларыңызды жазыңыздар. Бақыт қайда барасың? Ата-анасын сыйлаған, ұйымшылдық ойлаған, тату жанға барамын. Бақыт қайда барасың?
өсірген жақсы баласын, сыйлаған ата-анасын, көргенді ұлға барамын. Екінші тапсырма. Оқулықта берілген Құрманбай Толыбаевтың түп қазық әңгімесін оқып, оның мазмұнындағы түп негізді сыйластықпен байланыстырып, ой-пікірлеріңізді айтыңыздар. Үшінші тапсырма. Сайын Мұратбековтың «Ананың арманы» әңгімесінен алынған үзіндіні тыңдап, әже мен немере арасындағы сыйластық туралы эссе жазыңыздар. Әжем менімен кішкене күнімнен сырлас. Екеуміз оңаша қалғанымызда өткен кеткенін айтып, ерінен жастай жесір қалып, 3 ұл, 1 қызды қалай адам қылып өсіргенін әңгімелейтін. Мен әжемнің көрген бейнетіне, кереметті төзімділігіне жаным аши отырып сүйсінемін. Сондайда қолымнан әжемді үлде мен бүлдеге орап, тырп еткізбестей төрге қабат көрпенің үстіне отырғызып қойсам деп армандаушы едім. Менің осы ойымды жақсы ұғатын әжем, «Қозым, қозым, сенің осы айтқандарыңның өзі-ақ маған үлде мен бүлде емес пе? Айналдым сенен. Басқа күшіктер тегіс жиналып бір төбе болғанда, сен өзің бір төбе емессің бе?» маған деп емірентіп. Қазақ сыйластық жайлы Ғабиден Мұстафин атамыз, қазақ дәстүрі тек ата-ананы ғана емес, жалпы адамды сыйлауға баулиды. Үлкенге сәлем беру, орын беру, жол беру, кимелеп баса көктеп өтпеу, үйіне келген кісінің атын байлап, есік ашып, төрге шығарып, жақсы қабақпен шығарып салу, мейманға, жолдас жораға қайырымды болу сияқты дәстүрлер өмір бойы ескірмейтін, адамнан іште қорлау, сыйлау, алдымен өзін-өзі сыйлау дейді. Сыйластық адам бойындағы керемет ізгі қасиеттердің бірі. Үлкенге құрмет, кішіге ілтипат білдіру ізеттілікке жатады. Жақсы тәрбие алып, оны риясыз мейірімділікпен іс жүзінде қолданатын адамды ізетті дейді. Қоғамға қызмет ету жобасы аясында келесі тапсырманы орындауға шақырамын. Жобаға байланысты қайырымдылық акциясын өткізудің жолдарын ойластырыңыздар. Құрметті оқушылар, сабағымыздың қорытынды сәтіне де келіп жеттік. Жалпы халық арасында сыйластыққа, татулыққа жететін ештеңе жоқ деген жақсы мәтел бар. Жақсы сыйлағанның құлы, жаман қорыққанның құлы деп сыйластықты сырбаздықтың сыны етіп қарастырған. Сыйластық сіз бізден басталады да шынайы, адал қарым-қатынасқа, сырластыққа, достыққа ұласады. Осыны естеріңізден шығармаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.